Қазақ тілі сабағынан 71-ші бет уақыт туралы не білемін дыбыстардың үндесуі. Бірінші жаттығу. Ертегін тыңда, танды іздеу. Бір адам өз жұмысымен алыс сапарға аттанады. Қараңғы түсе бастағанда бір үйге жетіп, қонуға рұқсат сұрайды. Үй иелері қонақты құшақ жая қарсы алады. Алайда олар кешкі тамақтан соң бір жаққа жинала бастайды. Мына қараған түнде қайда барасыздар деп сұрайды жолаушы. Біз танды іздейміз дейді ол. Үй иелері. Олар қолдарына бір бос қап ұстай үйден шығады. Сондарынан қонақта кетеді. Бірнеше сағат өткенде аулап таң ата бастайды. Bir кезде әлде бір қаптарынан ашып, таңның нұрынан қапқан салған сияқты қимыл жасап, артынша аузын буып кері қайтады. Олар үйге қайтып оралғанда таңды атады. Үй иелері қаптарының аузын ашып, оны сілкілеп жібереді. Таңдана қараған жолаушыға: "Біз таңды алып келдік, өзіңізге айтып едік қой", дейді олар. Қайтар жолында әлгі қонақ инабатты үй иелеріне бір әтеш алып келеді. Бұл құстың аты әтеш. Оның бірінші шақырғаны таң алыс емес дегені, екінші шақырғаны таңның жақындағаны, ал үшінші шақырғаны таң өзі аулаға кіріп келе жатады дейді жолаушы. Сол кезде әтеш кукареку деп шақырып жібереді. Үй иелері оны қабылдап алып, жолаушыға алғыстарын айтады. Автор бразилиялық ертегі, аударған Шәкен Күмісбаев. Ертегін тыңдап болдық, енді сұрақтарға жауап берейік. Ертегі не туралы? Ондағы негізгі ойды анықта. Ертегі неліктен таңды іздеу деп аталған деп ойлайсың? Өз пікірмен бөліс. Қараңғы түн, таң сөздерінің мағынасын дерек көздерден біліп ал. Келесі балалар, төмендегі суреттердің қайсылары ертегі мазмұнына сәйкес келеді? Өз ойыңды дәлелде. Оқулықтың 73-ші бетіндегі екінші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Келесі, сөздерді оқып, көшіріп жаз. Сөздердің айтылуымен жазылуынан салыстыр, назар аудар. Балалар, есімізге сақтаймыз. Қатар тұрған дауыссыз дыбыстар бір-біріне әсер етіп, айтылуы да өзгереді. Мысалы, жауынгер, жауынгер, сенбі, сенбі. Келесі сабаққа балалар 4-ші жаттығуды көшіріп жазып аламыз.